Мейірімді рахымды Алланың атымен бастаймын. Алиф лам мим. Міне мұғжиза кітап. Онда, яғни оның көктен түскен илляхи кітап екендігінде еш күмән жоқ. Ол Аллаға толық бойұсынған, күнә атаулыдан барынша сақтанатын тақуа жандарды тура жолға бастаушы. Ол ғайыпқа, яғни сезім мүшелерімен сезіл білінбейтін тылсым әлемге кәміл сенеді. Намазды кемеліне жеткізіп үзбей әрі уақытылы оқиды. Және біз өздеріне ризық етіп берген мал-мүлік, күш-қуат, ақыл-парасат, білім тағы басқа нығметтерден Алла разылығы үшін міндет етпей игі мақсатта жұмсайды. Уа Мұхаммед, сондай-ақ олар саған түскен Құранға және өзіңнен бұрын түскен илляхи кітаптар мен парақтарға иман келтіреді. Ақыретке де дәл солай кәміл сенеді. Міне солар Раббыларынан келген нағыз тура жолда әрі мәңгілік азаптан құтылып, зор жетістікке, мақсат мұраттарына жететіндер де міне солар. Ал күпірлікте табандағандар болса, әлбетте сен оларға күндіз түні ескертудесің. Алайда оларға ескерттің не, ескертпедің не, бәрібір. Олар иман келтірмейді. Алла олардың жүректері мен құлақтарын мөлеп тастаған, ал көздерінде перде бар. Және олар үшін о дүниеде де бітпейтін азап бар. Адамдар арасында жүрекпен сенбесе де құр ауызбен біз Аллаға және ақырет күніне иман келтірдік дейтіндер бар. Бірақ олар шынайы мүминдер емес. Олар өздерінше Алланы және иман келтіргендерді алдағысы келеді. Алайда түптеп келгенде олар тек өз-өздерін ғана алдайды. Һәм соның парқына да бармайды. Жүректерінде олардың түбіне жетпей қоймайтын рухани дерт бар. Алла олардың дертіне дерт қосуда. Үнемі өтірік айтатындықтан оларға жан төзгісіз азап бар. Әрі оларға жер бетінде немесе бұл елде бүлік шығарып, бұзғыншылық жасамаңдар, елдің шырқын бұзбаңдар делінген сайын, олар біз бар болғаны қоғамды, елді түзетіп жөнге келтірушіміз дейді. Анығында нағыз бұзғыншылар, жер жаһанды лаңдап жүрген бүлікшілер солар, бірақ өздері соны сезбейді. Сондай-ақ оларға жан дүниесімен иман келтірген мына ел сияқты сендер де иман келтіріңдер делінсе, иман келтірген кедей-кепшіктерді қор өздерін зор көріп, сонда мына ақымақтар иман келтіргендей иман келтіреміз бе дейді. Біліп қойыңдар, әсілі олардың өздері нағыз ақымақтар, бірақ өздері соны білмейді. Өйткені олар ақиқат пен жалғанның, иман мен күпірліктің, ілім мен қараңғылықтың ара жігін ажырата алмайтын көкірегі соқыр надандар. Олар иман келтіргендермен жолықса, көз бояушылық жасап, біз де иман келтірдік дейді. Алайда шайтандармен, күпірліктегі көсемдермен оңаша қалғанда, әсілі біз сендермен біргеміз. Біз бар болғаны иман келтіргенсіп, оларды мазақ қылып жүрген жандарымыз дейді. Алла оларды бірден жазаламай, азғындаған үстіне азғындап жүре беруіне мұрсат беріп, өздерін тәлкек етуде. Міне солар тура жолды таңдаудың орнына адасушылықты сатып алғандар. Бұл саудадан олар титтей де пайда көрмейді. Өйткені олар әу бастан тура жолды таңдамаған еді. Олардың мысалы қараңғы түнде от жаққан кісіге ұқсайды. Жанған от айналасына енді ғана жарық түсіре бастағанда, Алла олардың жарығын сөндіріп, қайтадан көзге түртсе көргісіз тас түнектерде қалдырады. Олар ақиқатқа келгенде керең, мылқау, көрсоқыр, сондықтан да олардың бұл жағдайдан құтылып қақ жолға кері қайтуға мүмкін емес. Немесе олар түнек қаптап, күн күркіреп, найзағай ойнаған аспаннан құйған дауылды нөсерге
тап болған адамдарға ұқсайды. Олар жай отының үрейімен өлімнен қорқып, саусақтарын құлақтарына тығып алады. Міне Алла шексіз құдіретімен кәпірлерді осылай құрсаулап қыспаққа алушы. Жарқ-жұрқ еткен найзағай олардың көздерін көр ете жаздайды. Олар найзағай жарқ етіп жарығын түсірген сайын жүреді де, жарық сөнгенде тоқтай қалады. Егер Алла қаласа, күннің күркіреуі мен найзағайдың жарқылын одан сайын күшейтіп, олардың құлағын керең, көзін көр етер еді. Шүбәсіз Алланың құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді. Міне, мүминдердің, кәпірлердің және екі жүзділердің мысалы осындай.